Аузубиллахиминашшайтанирражим. Бисмиллахиррахманиррахим. Құрметті бауырлар, қасиетті мешітке алыстан жақыннан келген қадамдарымызды Алла субхана ва тағала сауаптан жазғай. Алла субхана ва тағала осы пайғамбар алейхиссалам айтқандай пайдалы мәжілістен болып нәсіп етсін. Отырысымыз берекелді, баршамыз пайдалы білім алып, алған білімімізге амал етуімізді Алла тағала баршамызға нәсіп етсін иншалла. Құрметті бауырлар, еліміз тыныш, жұртымыз аман, осындай бір тәуелсіз мемлекетімізде Алла субхана ва тағаланы ұлықтап, күннен күнге білімімізді шыңдап, осындай бір жақсы күндерге жеткізген Аллаға мақтаулар болсын. Адамзаттың асыл тажы пайғамбар алейхиссаламға көп салауаттар болсын иншалла. Алла тағала жалғыздық тек Аллаға ғана жарасады. Ихлас сүресінде пайғамбар алейхиссаламға «Құл хуаллаху ахад». Оларға айт, олар Алла жалғыз деп айтсын деді. Жалғыз тек қана Алланың сипаты, қалған жаратылысты Алла тағала басқа бір аяттарда жұп-жұпмен жаратқанын айтқан. Жұптасқан кезде ол жерде ер адам болады және әйел кісі болады. Алла субхана ва тағала сол ер адамдарды, дене бітімімізді, мына өмірдегі өмір сүру жүйемізді соған сай жаратқан екен. Дене бітімімізді де, әйел кісілердің де сондай өмірлік олардың өздерінің қағидалары бар. Бүгінгі дәрісіміз бауырлар осы ер азаматтарға қатысты болады. Мына өзі тағдыр екіге бөлінеді екен. Өзгеретін тағдыр бар, өзгермейтін тағдыр бар. Өзгеретін тағдыр бүгін дәріске келейін ба, келмейін ба дедіңізде, келсеңіз келдіңіз, келмесеңіз келмей қойсаңыз да болар еді. Бұл өзгеретін тағдырға жатады. Ал өзгермейтін тағдыр Алла тағала бізді ер азамат қылып жаратты. Бұл ден өзгермейді. 10 жылдан кейін ешкім қыз болып қалмайды, Алла сақтасын. Қыз балалар ұл бала болып қалмайды. Алла тағала осылай жаратты. Бұл не? Қай тағдырға жатады екен? Өзгермейтін тағдырға жатады. Алла субхана ва тағала біздерді ер азамат қылып жаратқаннан кейін бауырлар, соған жараса жауапкершіліктеріміз бар. Соған жараса біздің бойымызда табылуы тиіс болған сипаттар бар екен. Әрине көп сипаттар табылу керек, бірақ мынау қазір өтетін дәрісіміздегі ғалымдардың айтуынша мынандай 5 сипат табылу керек дейді. Сипат кімдердің бойында? Нағыз ер азаматтардың. Қазір еркек деп жатырмыз, жігіт деген көп атаулықтар айтылады біздерге. Иә? Сол нағыз ер жігіт, нағыз еркек болу үшін біздің бойымызда неше сипат болу керек екен? 5 сипат болу керек екен. Бірінші сипаты жүрегі мешітке байланып, мешітке келген кезде де ол адамдар тазалану мақсатында келген адамдар дейді. Біз мешітке жай келіп кетпейміз. Мешітке Алла субхана ва тағаладан тәубамызға келіп, жанымызды тазалап кететін жері осы жер болады. Мешітке келген кезде біздер тазаланып кетуіміз керек екен. Бұл жайында Алла субхана ва тағала Құран кәрімде Тәуба сүресінде айтқан аяттар бар. Аузубиллахиминашшайтанирражим. Бисмиллахиррахманиррахим. لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. Алла тағала мына мешітті сол мәңгі құлшылық жасау үшін жаратқанын айтқан. Осы мешітте тақуалықтарыңды күшейтіп алу үшін дейді. Бауырлар, мамандар айтып жатыр, қазір телефонымыздың өзі күш алатын өзінің жері бар. Зарядқа қоя салсы деп айтамыз ғой. Сол секілді біздің зарядқа алатын жеріміз ол мешіт екен. Осы мешітте кәдімгідей өзімізді және сол мешітке келіп дейді Алла тағала фихи риджалун юхиббуна айятатахару. Және сол мешітке келгендердің ішінде сондай нағыз ер азаматтар бар дейді Алла тағала. Олар юхиббуна айятатахару. Олар мешітке келгендегі мақсаттары тазалануды сүйіп келеді олар осы жерге. Осы жерге жанымызды тазалап, жаман сипаттардан арылсақ екен деген оймен мақсатта келеді. Валлаху юхиббул муттаххирин. Сөзсіз Алла тағала тазарушы құлдарды жақсы көреді дейді. Осы жерде рижал деген сөзді ғұламалар шаған айтқан екен, нағыз ер азаматтардың бойында бірінші табылу керек сипат екен. Қандай болу керек ол адам? Мешітке байлану керек екен бауырлар. Қазір күнде шыны керек, нағыз еркек деген сөзді қоғамда сұрайтын болса, көпшілігі әртүрлі мағына береді. Еркекте кімді ойлайсың десе, әйелін қатты ұстайтын деп айтуы мүмкін бір адам. Екінші біреуі күші көп, қорықпайды, кәдімгідей жауға салсаң төбелесіп кете беретін адамды еркек деп айтуы мүмкін. Әр адам әртүрлі анықтама беріп жатыр. Бірақ Алла тағала Құран кәрімде ондай сипаттар айтқан жоқ. Бұл жерде нағыз еркек рижал деп кімді айтты?
мешітке байланған адамды айтты. Және жай мешітке келіп кете салмастан, ол тазалау үшін келеді мына жерге, соны жақсы көреді. Алла оны жақсы көреді дейді. Ол тазаланғанды жақсы көріп жатыр. Шыны керек, көпшілігіміз сыртқы бейнетімізге қатты мән береміз. Киімімізге қараймыз, айнаға бірнеше мәрте қараймыз, бір қара дақты көріп қалсақ, шұқылап тұрамыз сол жеріміз, мысалға. Әрине бұл сыртқы бейнетімізде көркем болу керек. Аллах жәмил, юхиббул жамал дейді пайғамбар алейхиссалам. Алла өзі көркем. Алла Тағала әдемі көркем болып жүрген құлдарын жақсы көреді дейді. Соған жараса біздің жан дүниемізде бауырлар таза болу керек екен. Жан таза болып жүрген еркек, ер азамат, ол ешқашан қоғамда қылмысқа бармайды. Ешқашан қоғамдағы ағайын туыспен жаға жыртысып, ол адам сөзге бармайды. Ағайын туысымыз. Өткені кейде шыны керек, көпшілігіміз қазір айтатынымыз, әйел бала шағам, өзімнің әйел бала шағам. Бірақ шариғат бойынша негізінде әйел бала шағамыздан ағайын туысымыздың статусы жоғары тұрады. Ағайын туысымыздың. Пайғамбар алейхиссалам уақытында бір кісі келіп, сол кісінің жаңадай құлдықта жатқан анасы сол баласын азат еткен. Сол кісіге пайғамбарымыз сүйінші сұрайды. Я Расулалла, мен осындай адам едім. Анашым әйтір жаңадай ақшаның басын жинап, құрап, мені құлдықтан азат етті анашым. Кейін асасым және мәрте одан сұрайды. Шынымен осындай болды ма дейді. Болды дейді. Сөзі Расулалла айтады, жақсы болған екен. Бірақ сенің нағашыңды, халюк деп келеді, сенің нағашыңды құлдықтан азат еткен анашыңа дейді, хайырлы болар еді дейді. Яғни баласы да құл болған, жаңағы әйел кісінің інісі де құл болған. Нағашысы ғана баланы. Әйел адам кімді азат етті құлдықтан? Баласын азат еткен. Бірақ пайғамбар алейхиссалам кімді айтты? Сенен гөрі бауырын азат еткен оған хайырлы еді ғой деп айтқан пайғамбар алейхиссалам. Міне нағыз ер азамат, мешітке жүрегі байланып таза жүрген адам, ол бала шағасын ойламайды бірінші. Кімді ойлайды? Ағайын туысты бірінші орынға қояды. Ағасын аға деп сыйлайды, бауырын. Бала шаға екінші орынға қалып қояды бұл жерде. Өйткені шариғат бойынша ағайын туысымыздың Алланың алдындағы беделі, ол бауырлар біздің бала шағамыздан да қатты жоғары тұрады. Мешітке келіп тазарған адам оны жақсы түсіне бастайды. Кімнің кім екенін біле бастайды. Тіпті Расул алейхиссалам айтқан, сол рахым деген Алла субхана ва тағаланың рахман деген есімінен бөлініп, соған есім берілгенін айтқан. Хадисте айтады, рахым муаллақун бил арш. Біліңдер, сол ағайын туыстың арасындағы қарым қатынас, рахым деген нәрсе, ол аршыда ілініп тұр дейді. Тақул, және былай деп айтады екен, мән уасалани уасалахулла. Кім менімен жақсы тұратын болса, Алла ол адаммен де жақсы тұрады. Уаман қатаани қатаахулла. Кім менімен алыс берісі кесіп тастайтын болса, Алла Тағала да ол пендесімен алыс берісін кеседі деп айтқан. Міне, сол себепті шариғатта мешітке келген нағыз ер азаматтарды осындай қылып тәрбиелейді екен. Ағайын туыс ретінде ол үлкен деңгейін көре бастайды екен. Қоғамда да ол қылмысқа бармайды. Өткен адамның жаны тазарғаннан кейін, мына өмірдің қағидаттарын ол түсіне бастайды. Өзінің несін орындай бастайды. Уақытысында біздің ата-бабаларымыз бір батыр, бір ауылда асыраған екен. Сол ауылдың мынау ризық несібесі бір батырдың мойнында болған. Қазір шыны керек, бәріміз өз бала шағамыз ойлайтын болып қалдық. Ал уақытысында ата-бабаларымыз олай болмаған екен. Олар ауылды асырайтын болған. Сол аңшылыққа шыққан кезде, аңшылықта тапқан сол шариғаттың рұқсат еткен аңдарын алып келіп ортаға тастайды екен. Қалағандарыңызды алып пайдаланыңыздар деп. Келесі ауылдан біреулер қайырымдылық қылайын десе, біздің сол ауылда жүрген батырларымыз разы болмайды екен. Жоқ, бауырым, ренжіме, бұл ауылда адамдар бар деп кіргізбейді екен. Нағыз ер азаматтың бойындағы табылатын бірінші сипат қалай екен, бауырлар? Жүрегі мешітке байланып, кейін ол тазалықты сүйіп келеді. Мешітке тазалау үшін келуіміз керек екен. Алла, мені кешір, мені алдыңа келдім, ләббәйк Аллахума ләббәйк, я Раббым, мен сенің құлың болам деп мешітке бауырлар мамандардың айтуынша адам намаз оқуды әдетке айналдырмаңыздар дейді. Намазы құлшылыққа айналдырыңдар деп жатыр. Намаз құлшылыққа айналу керек. Кейбір кісілер сол намазды не секілді көреміз дейді. Анау диетаға отырып алып кісілер сөйтіп жаңадай мынандай
жаттығу жасау керек, одан кейін су ішу керек, одан кейін осындай өзінің режимдері бар екен. Сол олар өздеріне әдет қылып алған. Неге су ішіп алсын десе, әдетім еді, айып етпе, сол баяғыдан келе жатқан деп қояды. Әдет бойына. Дәл сол секілді мешітке келіп намаз оқу, жалпы үйіңізде намаз оқу, құлшылық жасау, бауырлар, бұл әдетке айналмау керек екен. Мамандар не демес келіп жатыр оны? Құлшылыққа айналсын дейді. Міне Алла қаласа құптан намаз келе жатыр, Құдай қаласа. Бүгінгі келе жатқан құптан намаз кешегі құптан намаз емес. Әр намаз өз алдына жеке-жеке болып келетін парыз намаздар. Бүгінгі құптаннан кейінгі таң намазы ертең әлі бізге парыз емес ол. Оның кім бар, кім жоқ, оны Алла біледі. Әр намаз өз алдына жеке құлшылық болып келетіндігін айтқан, және соған кәдімгідей арнайы дайындық көреді екенбіз. Әр намазды дайындықпен қарсы алады екенбіз. Сол кезде қоғамда нағыз ер азамат болып жүруге хақымыз бар екен. Соған жараса біздерде иншалла амал істейтін болады екенбіз иншалла. Және нағыз ер азаматтың бойында табылу керек болған екінші сипат біздің бойымызда Алла субхана ва тағаланы еске алып жүру деген сипат болу керек екен. Жаңа бірінші мешітке жүрек байланып таза қылу еді ғой. Екінші сипат не екен? Нағыз ер азаматты ол адам әрдайым Алла Тағаланы еске алып жүреді. Еске алып жүрген адамды Алла Тағала Құран кәрімде былай деп баяндаған: Рижалун ла тулхиким тижарату ва ла бай'ун ан зикриллахи ва иқамис салати ва итаиз закати яхафуна яуман татақаллабу фихил қулубул вал абсор. Сондай нағыз еркектер бар дейді Алла Тағала. Нағыз ер азаматтар бар. Олар Алла субхана ва тағала еске алуларында олардың тоқтап қалатын саудалары, дүние тіршіліктері оларға кедергі бола алмайды дейді. Олар намаз оқуларында, зекет берулерінде дейді. Олар ертең қиямет күні жүректер қобалжыған күнде көздері, мынау көздерінің орнынан шығып кететін күннен қатты қорқатын еркектер олар дейді. Деп Алла Тағала нағыз ер азаматтардың бойында табылу керек деген сипатты ескертіп берді бізге. Екіншісі қалай екен ол? Алла субхана ва тағала еске алып жүретін адамдарды нағыз еркек деп айтты Алла Тағала. Нағыз ер азамат. Жаңа айтқандай төбелесетін жігіттер нағыз еркек емес. Нағыз ер азаматтар не екен ол? Алла субхана ва тағала әр мезетте есіне алып жүрген адамдар. Алла Тағаланы еске алып жүргеннен кейін ол адам шынымен мына қоғамда адам болып жүреді екен. Расул айтқан, Алланы еске алған жүрек ол тірі жүрек дейді. Алланы еске алмаған жүрек ол өліп қалған жүрек ол дейді пайғамбар алейхиссалам хадисінде. Біздің алдымызда сол келбеті көрініп тұрғанымен, бірақ ол баяғыда өліп кеткен адамдар еді дейді. Кейбір ғұламалар айтқан, ондай адамдардан барзақ әлемдегі адамдар хайырлы деп айтқан кейбір ғұламалар. Өткен барзақ әлемінде жатқан адамдар тірі адамдарға зиян бермей жатыр дейді. Ал жаңаға өліп қалған жүрек өліп қалған адам, ол тірі жүріп адамдарға зиянға ұшыратып жатыр. Одан өліп кеткен адамдар пайдалы, яғни ешкімге зияны жоқ қой деп айтқан ғұламалар да бар кітапта. Бауырлар, Алла субхана ва тағаланы еске алу бұл нағыз ер азаматтың бойындағы табылу болған сипаттың екіншісі екен. Құдай сақтасын, Алланы ескен ұмыттыңыз ба? Алла сізді ұмытады. Құран аят бар, сендер бізді ұмытсаңдар, бізді сендер ұмытып қоямыз дейді. Міне сол себепті Алла субхана ва тағала инсан деген Құран кәрімде нәсия дегеннен шығады, инсан деп айтқан. Я юхан нәс деп келеді. Нәс деген инсаннан шығады. Ұмытушы. Ұмытушы адамдар дейді Алла Тағала Құран кәрімде. Көп аяттар осылай бастайды сөзін. Ұмытушы адамдар. Біз ұмытып қоямыз. Бірақ Алла субхана ва тағала мейірімді сол бір жылда 12 айға бөліп тастағанын айтқан Құранда аяттар бар. Әр айымызда құлшылықпен айналысу үшін осындай бір қасиетті күндерді қойған Алла Тағала. Қараңыз, Алланы еске алып жүру үшін. Мысалы айтатын болса, өткен Ережеп айында қандай құлшылық айы болды? Ережептің артынша қандай ай келді? Қандай ай келді? Шағбан келді. Шағбаннан кейін қандай ай келді? Рамазан айы келді. Одан кейін қандай ай келді? Шауал келді, қасиетті ай, қараңыздар. Одан кейін Зулқайда келді. Міне кеше Зулхиджа айында қажылыққа барып келді бауырларымыз. Енді қазір қандай айға келдік? Мұхаррам айына келдік. Міне осы Мұхаррам айында да бауырлар көп еске алуымыз керек. Алла Тағаланы ораза арқылы біреу көп еске алады, біреу намаз арқылы көп еске алады. Біреулер, міне бауырларымыз қазір Құран оқуды көп әдетке айналдырып жатыр. Құран оқуды. Қараңыздар, қазір жамағаттарды соны көп айтып жатырмыз. Менің білуімше Астананың жамағат алдында кетіп бара жатыр. Құран оқу мәселесінде.
Өткенде Қарағандыда бір бауырларымыз Астананың жамағаттарынан сұрадым дейді, ұялып қалдым дейді. Бізде мешітімізде бір айда 3 хатым жасалынады. Жамағаттың арасында әр 10 күнде хатымыз бар. Енді жаңа жігіттер айтады, Қараған жамағаттар мақтанып айтқан едік дейді сол мәселені. Сөйтсе оларда күніге хатым екен дейді. Күніге. Міне бәрекелді. Бізде де деп жатыр қажекең машалла. 30 адамнан бөлініп бір топ құрып алған екен, әрқайсысы 30-30-дан. Күніге бір парадан оқып кете береміз дейді ары қарай. Қарасақ, міне еске алудың ең үлкен дәрежесі бауырлар бұл. Алла субхана ва тағаланың еске алудың ең үлкені ол Алла тағаланың жақсы көрген кәламын оқу. Алла өзін жақсы көреді, өзінің есім сипаттарын жақсы көреді, Алла өзінің сөзін жақсы көреді. Құранды көп қолыңызға оқыдыңыз ба, Алланы жақсы көресіз ба, Алла сізді жақсы көреді иншалла. Тәулікте мамандардың айтуынша 24 сағат беріліпті біздерге. 24 сағат. 24 сағаттың ішінде жамағат ары барғанда бір параны 1 сағат оқитын шығарсыздар мүмкін. Бірақ имамдар оны 15 минутта оқып қойып жатыр, бір параны. 15 минут, арбасы 17 минутта оқиды екен имамдар. Енді күнделікті намаз оқып жүрген тілдер араб тіліне көп келген ғой имамдардың. Ал жамағаттар ұзағымен 1 сағат оқиды екен. Таң намаздан кейін 10 минут оқыңыз, жауып қойыңыз Құранды. Белгілеп қойыңыз. 5-сінен кейін түскі уақытта тағы 10 минут қарап қойыңыз. Иншалла сөйтіп асырдан кейін хатым аяқтап қаласыз да. Ал осылай кете берсек, Құдай қаласа бауырлар, Алланы көп еске алатын адам сіз боласыз. Расул Құранда айтқан, Құран бұл сендердің пайдаларыңа шешіліп, ертең шафағатшы болады деді. Немесе Құран еске алынбай, ескерусіз қалса, ертең қияметте сендермен осы соттасады дейді. Қияметте дауласады дейді. Құран, ал кім Құранмен дауласса, ол жеңіледі сөзсіз. Ешкім Алланың сөзімен дауласа алмайды. Сол үшін нағыз ер азамат па, еркек деген сипатқа лайық болып жүргіміз келе ме бауырлар, біз Алланы көп еске алайық. Алланы көп еске алудың жолы, жаңа айтқанда 5 мезгіл намазымызға мықты болайық, намазға. Одан кейін Құранымызға мықты тұрайық. Намаз бізді жаманшылықтан, арсыздықтан тиятындығын айтқан Құран кәрімде. Одан кейін Құран сіздің көмекшіңіз болады, сізді жақсы жолға нұсқаушы болады. Құран. Бауырлар, жаңа айтылды жоғарыда, Алланы көп еске алды, қазір намазды айтатын болсақ та, таң намазының сүннетіне пайғамбар алейхиссалам Алиден сұрайды: Али, таң намазының сүннетін оқығанға білесің бе, қанша сауап беріледі дейді. Негізінде Расул алейхиссалам сүннет намаздарының ішіндегі ең қысқа оқылатын сүре таң намазда болған. Таң намазында. Бірінші ракатында Құл я айюхал кафирунды оқыған риуаят келеді, екіншісінде Ихлас сүресін оқыған жайында. Өте қысқа сүрелер. Таң намазының ең сүннетіне. Кейін сұраған: Али, таң намазының сүннетін оқығанда Алла Тағала саған қандай сауап берілетінін білесің бе дейді. Сөзі пайғамбар алейхиссаламға: Али, я Расулалла, айтыңыз, Алла оның елшісі біледі ғой деп айтты. Қазір жамағаттар бірдеңе сұрасаң, бәрі помойын деп кірісіп кетеді. Негізінде әдеп солай екен. Бірдеңе сұраса, оны қайтадан өзіне жіберу, ол сүннет екен. Я Расул, айтсаңызшы, қандай сауап деген кезде: Али дейді, таң намаз оқып жүрген адамға дейді, Алла субхана ва тағала мына жер әлемінің ішіндегі не нәрсе бар, осының бәрін қосқанда одан да хайырлы нәрсе беріледі деп айтқан. Жер әлемі оның ішіндегі бүткіл байлығымызбен қосып, сол бір адамға берілсе қандай жағдайда болады? Ол емес, одан да хайырлы нәрсе берілетінін айтқан. Қай намаздың құрметіне? Таң намазының сүннеті ол. Кейде біреуміз мән берсе, кейде мән берілмейміз. Ал таң намазының парызы ше, ол айтылмаған. Парыздың сауаптары жазылып қойған екен бауырлар. Ол қияметте иншалла Алланың алдына барған кезде иншалла көретін боламыз. Бұл жерде сүннеттер ғана айтылып жатыр. Кімде кім күніге 12 ракат сүннет намазды үзбей оқитын болса дейді Расул алейхиссалам, ол адамға жәннаттан қасыр соғылады деген. Сол хадистің түсініктемесінде ғұламалар айтты, ондай қасыр әлемде ешкімде жоқ, болғандай емес дейді. Менмін деген бай бағландардың өзінің үйлері ондай жоқ дейді. Мыңдаған бөлмесі бар, ондай үй жоқ, бір-біріне не ұқсамайтын. Кімдер үшін беріледі деді ондай үй? Қасыр? Күніге 12 ракат сүннет оқып жүрген адамға дейді. Таң намазының 2 ракат сүннеті, 5-сінен алдын 4-еу, 5-сінен кейінгі 2-еу, ақшамнан кейінгі 2-еу, құптаннан кейінгі 2-еу. Жалпы қанша болды бәрі? 12 болды. 12 ракат. Сол кезде бір сахаба сұрады: Я Расулалла, жалпы өмірінде сол бәрін қосқанда бір қасыр ма, жоқ, күндегісі күнеге ма? Дегенде күндегісін күнеге деп айтқан. Қазір менмін деген байдың өзі 2 бөлмелі деп айтпай ақ қойын.
күніге бір бөлмелі квартира сатып алуға ақша жетпей қалады. Номер один миллиардердің өзін қазір пәленше деп айтсаңыздар, бірақ күніге шарт қою керек оған. Күніге бір бөлмелі квартира сатып аласың. Бүгін Алматыдан ал, ертең Астанадан ал, одан кейін осылай айналдыра бер. Шамаңыз келе ме, келмей ме? Келмейді, бірнеше жылдан кейін онда қызыл свет жана бастайды. Болды, мен ақшам бітті осымен дейді. Бірақ ол бір бөлмелі квартира емес ол. 12 ракат сүннет оқытқанға Алла Тағала не соғатын айтты деп Расулаллах. Қасыр деп айтты. Қасыр деген ол біздің көзіміз көрмеген, құлағымыз естімеген, ойымызға күлмеген қасыр ол, бауырлар. Қасыр деген орысша дворец екен. Өте үлкен дворец. Қай намазымыз үшін ол бәрі? 12 ракат сүннет. Ал таң намазды ма ұйықтап қалсақ ше? Жай ұйықтап жіберіп алдыңыз. Қаза болып кетті дейді ғой кейде. Кейде адамдар сөйтіп сұрақ қояды қазір, бауырлар. Сол намазым қаза қылған ем, соны қосып оқысам бола ма деп. Бауырлар, Құдай сақтасын, намазы жай қаза қылғанның екінші жағы бар. Бір намазды қаза қылған үшін 70 күн азап көреді деп келеді. Сон ғұламалар айтқан 70 күн қай күнмен ол? Біздің осы өмірдегі 70 күн ба, ақыреттің 70 күні ма дейді. Ал ақыреттің 70 күні болатын болса, ақыреттің бір күні біздің 1000 күн мияқта. Намазды жай жіберіп алғаның үшін. Жай оқымай қоя салдың. Бесінде шаршап келіп ұйықтап қалған болдың, асырда бірақ тұрдың. Сөйтеді екен қосып оқысам бола ма деп сұрап отырады. Бауырлар, намаз жай жібере салатын нәрсе емес екен. Орындап жүрсеңіз, керемет сауапқа кенеледі екенсің. Ал ол жай былай кете беретін болса не болады екен? Оның да азабы қатты болады екен. Құран кәрімде уайлул лил мусаллин деген. Уайлул лил мусаллин. Алла айтады, намазхандарға тозақтың уайлы болсын дейді. Уайл деген тозақтың бір шұңқыры. Соның тәпсірінде ғұламалар айтқан, уайл деген ол тозақтың шұңқыры, мына өмірдегі бүткіл тауларды апарып салсаңдар, оған кіріп кететін шұңқыр деп айтқан. От шығып тұратын шұңқыр. Алла Тағала сол шығып тұрған сол шұңқырды намазхандарға Алла тілеп жатыр. Қараңыз. Уайл болсын сондай намазхандарға дейді. Кейін аяттың жалғасы қандай намазхандар десе, намазын бір оқы, бір оқымай, немқұрайдылық қарап жүрген намазхандарға деп айтқан. Сол аяттың тәпсірінде айтқан, егер намаз оқып жүрген адамдардың өз жағдайы мынандай болса, оқымайтын адамдардың жағдайы қандай болады деп жазып қойған сол жерге. Бауырлар, қайтадан дәрісімізге оралайық. Нағыз ер азамат болудың сипаттары бар екен. Біріншісі не айтылды? Жүрегі мешітке байлану керек екен. Мешітке байланған адам, бауырлар, жай намазға оқып кетпейік мына жерге. Қазір шыны керек, адамдар көп сын айтатын жағдайға жеттік қазір. Мешіттер неге ондай емес? Анерден свет қазір өшіп тұрса келеді, имамға неге светтерің өшіп тұр деп кетеді. Тағы басқасын басқа. Бауырлар, мешіт бәрімізде ортақ мәселе. Мешіт келдік па, кішкене имамға сәлем беріп, жағдайын сұрап, мешіттің жағдайы қалай болып тұраға. Мен кішкенде осындай бір шаруам бар еді. Мүмкін көмегім тиіп қалар деп осындай болып кішкене арқа-жарқа болып жүру керек. Мешітке көмектессін бе, Алла саған көмектеседі. Өйткені Алла Субхана ва Тағаланың дінін таратып бірде-бір еліміздегі осы мешіт қана. Біздің заңымызда жазылып тұр. Діни мәселе мешітте ғана айтылады. Қазір мешіттің территориясынан шығып, діни уағыз айтуға болмайды біздерге. Уағыз қай жерде ғана айтылады? Мешітте ғана айтылады. Мешітіміз көркейіп тұру керек екен. Мынау басқа діндердің шіркеулеріне кіріп көргенсіздер ме? Кіріп көруге кеңес беремін. Кіріп көріңіздер. Сондай шіркеулерді көрген кезде таң қаласыз. Не деген жаңағыдай алтынмен қаптап тастаған. Ал мешітке келсеңіз, кейде аяғыңыз жағдайға жетеді. Әрине бұл мешіттеріміз әдемі. Мына имам ағаларымызға Алла қуат берсін. Бірақ кейбір мешіттерді қарасаңыз өте жұпыны. Өлер намазхандар жоқ секілді ойлап қаласыз. Қарасаң, небір азаматтар келіп намаз оқиды, мәншесі мінеді кетеді. Үйі ондай емес бірақ. Адамдардың, олардың тұрып жатқан үйлері зәулім үйлерде тұрады. Мешіт жаңағыдай жағдайға жеткен. Бауырлар, жаңа айтқандай, жүрек мешітке байланды ма? Демек сен жақсы көресің ғой ол жерді. Енді оған кішкене көмектесіп жүру керек. Бауырлар, біз зайырлы қоғамбыз, біздің елімізде мешітке бір тиын да бөлінбейді. Бірақ Аллаға шүкір, әйтеуір мешіттер салынуға рұқсат беріп, жерге рұқсат беріп жатыр. Емін-еркін намаздарыңды оқыңдар деп, өкіметімізге рахмет, бұған да тәуба. Мүмкін оған да жетерміз иншалла. Мешіттерге көмектесетін заманға. Мысалы Түркия мемлекеттерінде, Мысыр мемлекетінде көрдік,
соларды жаңағыдай дін министрліктерінде бүткіл мешіт солардың балансында. Имамның жұмысы тек қана мешітке келеді, өзінің бөлмесіне кіреді, кітабына қарайды, уағызына дайындалады, мақала жазады, ғылыммен ғана айналысады. Мына мешіттің ішкі сыртқы мәселесінің бәрі сол өздерінің мамандары жұмыс атқарады. Қазір күнде бауырлар осындай жағдайға жетіп тұрмыз. Тәуба, Құдайға шүкір. Бірақ дегенмен мен ойлаймын, соған да біз баратқан секілдіміз, Құдай қаласа. Соған дейін кішкене амалдап не істеу керек бауырлар? Не қолдау көрсетіп жүрміз керек екен. Садақа беріп жүріңіздер мешітке. Садақа бәлені қайтарады дейді. Садақаны қазір мешітке беру керек. Болашақта өкімет оның балансын алыпса, мүмкін сол кезде садақаны басқа жаққа берсек болатын шығар мүмкін. Қайырымдылықтардың басқа мәселе. Бірақ қазір күнде бірде-бір қолын жайып отқан ол мешіт. Мысалы қарттар үйін көріп жүрміз, жетім балаларға да барамыз, көріп жүрміз. Оларға өкіметтің балансында екеуі де. Бюджеттен ақша бөлінеді оларға, кәдімгідей бәрін қолда көрсетіп тұр. Енді бауырлар, мен мешіттің имам болғандығын айтып жатырмын. Өйткені мешіттің жағдайын имамдар ғана жақсы біледі. Енді әркімге айта бермейміз ғой оны. Қазір орны келіп қалған екен айтып жатқаным ғой, ойлап қалмаңыз, имам үйтіп айтқан жоқ маған. Қайбеке сөздің арасында лабағатанды айтып жүресің ғой деп. Жоқ, ондай болған емес. Бұл кісіге Алла разы болсын. Керісінше не? Келген ұстаздарға бірдеңе бермесе, ол кісі алмайды ешкімнен. Келген ұстаздарға әйтеуір шақырып, жолын жасап, келіңіз деп осындай істеп жатқан кісіні көремін мен. А бірақ мешіт, бауырлар, жаңа айтқандай, еркексің ба, мешітке көмектес. Ер азаматсың ба, мешітке жүрегің байлансын, сонымен қосып, бауырлар, мешітті ұмытпайық. Екінші сипат нені айтты? Екінші сипат Алла Субхана ва Тағаланы не істеп жүрміз керек екен? Еске алып, ойлап жүретін болса, ол адам нағыз еркек болып жүреді екен. Енді Алланы еске алып жүрген адам, Алладан қорқады ғой адам. Үйіне барып алып, тек қана әлі әйеліне ғана жібермейді бұл. Көшеде батыр болып жүреді де, үйіне барып басқаша болатын адамдар да бар екен. Немесе керісінше. Сол үшін құрметті бауырлар, нағыз ер азаматтарды, еркектерді Алла Тағала осылай сипаттап жатыр Құран кәрімде. Жаңа сөздің басында айтты, Алла Тағала бізді ер азамат қылып жаратқаннан кейін, біздер иншалла осы сипатпен сипатталуымыз керек екен. Әрдайым естен Алла Тағаланы шығармау керек. Көлікте келе жатсаң да, үйде болсаң да, жұмыста болсаң да, Алланы еске алып жүру керек. Жаңа айтылды, Алланы еске алудың бірде-бір жолы Құранға көп мән беру. Өйткені адамдар қазір соншалықты мән беріле бергендіктен, мына телефонда кейбір бауырларымыз ағылшын тілін білмесе де, бірақ ішінде настройкасына кіріп, ағылшынша жазған бәрін игеріп алыпты қазір. Өткен бір жап-жас жігіттер көріп таң қалдым. Осындай мәселе iPhone дегенім, беріңіз деді, ішіне кіріп настройкасына. Енді ағылшынша білесің сен білмеймін дейді. Бірақ телефон көп шұқылай бергендіктен ана жатқа біліп тұр ана жігіт. Кәдімгідей кіріп бара жатыр ішіне. Ананы басады, одан бірдеңе ашылады, одан кіреді, одан тағы екі нәрсе ашылады, одан мынауысына кіреді. Сөйтіп жаңа мен айтқанды әдемілеп жасап берді. Мен таң қалдым. Ол ондайға қалай қол жеткізді? Көп мәрте оған қарай бергендіктен болды. Сол үшін бауырлар, мен Құранды имамдар секілді 15 минутта оқи алмаймын дегенді қою керек. Сіз де оқитын боласыз иншалла. Ежелеп оқып жатсыз ба, екі сауап аласыз. Біреу оқығаның үшін деді Расул алейхиссалам, екіншісі қиналғаның үшін дейді. Ал жаңағыдай оқи бергеннен кейін сондай бір шебер болады екенбіз, Алла Тағала беріп, Құранды кәдімгідей нақшынан келтіріп оқитын жағдайға жетсек, онда Пайғамбар алейхиссалам оны сафир деп айтқан. Сафир деп ол хадистің түсініктемесіне ғұлама айтты, ол Жибрил періштенің деңгейі дейді. Жабрақ алейхиссаламның деңгейіндегі сауапты алып отырады екенбіз Құран оқыған кезде. Тәжвидімен кәдімгі жуан әріп қылып, жіңішке әріпті жіңішке әріп қылып, тәжвидімен, махражымен әдемілеп оқуға әрекет қылсаңыз, иншалла, сауаптың үстіне сауап алады екенсіз. Сол үшін қазір күніге қанша мәрте телефон қарауға әдеттеніп отыратын болсаң, мен өзіме әрдайым осыны көбірек осымен ориентир аламын, өзімді кейде нәпсімді сындырамын. Демек, қанша телефон қарасам, сонша Құранға қарауым керек мен. Қанша телефонға мән берсем, Құранға да сонша, немесе басқа діни кітап қарауға мән беруге өзім нәпсімді сындырамын кейде. Мына жерде көп нәрсе бар, көп уақытымызды жоғалтып аламыз. Ал Құранға қарасақ не? Сауап алады екен. Қазір мамандар ескертіп жатыр бауырлар, дабыл қағып жатыр. Орысша тревога ғой. Орта есеппен қазір адамдар қазір 3 сағат телефон қарайды екен. Біздің Қазақстандағы орта есеппен. Сонда бір жылда 45 күн шығады екен. 45 күн телефон қараған адам болып шығасыз. Осылай әр жылымыз 45 күннен жай осылай телефонға кете берсе, Құдай кешірсін онда. Алланың өлшеп берген мынаншаға өмірі болса, оның мынаншасы ұйқымен кетеді.
мынаншасы қатын бала шағамызбен кетсе, мынаншасы телефонмен кетсе, ар жағында не қалады сонда дейді. Иә? Сол үшін бауырлар, телефонды пайдаланайық. Заман солай шығар, бірақ жаңағыдай орнымен болу керек екен. Екінші, жаңағыдай Алланы еске алу үшін ғана көп пайдаланыңыз мынаны. Сондай қолға ұстаған кезде сізді Аллаға еске алатындай қылып ол сондай жасау керек екен. Екінші мәселе. Мынау омра дейміз, қажылық дейміз, иә? Үлкен қажылық бар, кіші қажылық бар. Қазір шыны керек, елдің бәрін қайда жүретіндерін біліп отыратын болдық қазір. Қолдардың телефон, сол Харам мешітте Кағбаның жанында тұрып, өздерін селфи түсіріп жіберіп жатыр қайда-қайда. Міне Харам мешітте айналып жүрмін, міне Сафа Марвада жүрмін, міне Арафатта тұрмын, қарасындаршы деп, мына жақтан адамдар оны қарап. Бірақ бауырлар, ол өте сақ болатын мәселе екен де, ол құлшылық қылатын орнында құлшылықпен айналысу керек. Телефон уақытында телефонмен айналысу керек. Кітапта мынандай мәселе келіпті, екі адамның мысалын келтіреді. Біреуі сондай қажылыққа бара алмаған адам қалып қойды, себептер бар. Екіншісі кеткен адам дейді. Қағбада бүткіл денесімен асылып тұр дейді. Екеуінің деңгейін екі түрлі қылып берген сол кітапта. Бара алмай қалған адамның сауабы анадан көп болып жатыр дейді, мына жақта жүрсе де. Не үшін десе, ана адам барып алып Қағбада асылып тұрса да, ойы мына жақта. Бизнесін ойлап жатыр. Басқа мәселе ой ол жақта. Денесі бірақ жақта Қағбада асылып тұр осылайынан. Сыртқы көрінісін қарасаңыз, машалла, қызғас, керемет, мынау Қағбаның денесімен осылай доғап тұрған адам екен ғой деп. Ал бара алмай қалған кісі дейді, мына жақта саудада тұр дейді. Алып жатыр, сатып жатыр бірдеңемен, сыртқы көрінісін не істеп жатыр сұрасаңыз, саудамен айналысып жатыр ғой деп айтасың дейді. Бірақ жүрек ар жақта. Жүрек сол Қағбада жүр, сол жерлестерімен бірге жүр. Сол адам дейді, мына жақта сауда істеп тұрса да, былай-былай. Оның сауабы ана кімнен де жоғары болып кетеді деп келеді кітапта. Неге? Екеуінің ниеттері әртүрлі болғандықтан. Ана Алланы былай еске алып жатыр. Анау еске алмастан денесімен ғана жаңағыдай әдетке айналдырған бір амал жасап тұрған адамдар секілді дейді. Сол үшін бауыр, Алланы еске алуымыз керек екен. Құр тілімізбен емес, барын тек қана оны бәлкім жүрегімізбен де еске алу керек екен. Бұл екінші неміз екен бауырлар? Бұл екінші сипатымыз екен. Үшінші, ер азаматтардың бойында болған сипат. Үшінші сипатымыз, Алла Субхана ва Тағалаға біз серттесеміз, сол сертімізді тұру, бұл ер азаматтың сипаты дейді. Бұл жайында Құран кәрімде Алла Тағала Ахзаб сүресінің 23-ші аятында айтты. Аузу биллахи минаш ражим. Минал муъминина риджалун садақу ма ахадуллахи алейхи. Сондай момындардың ішінде нағыз еркектер бар дейді Алла Тағала. Қараңыздар, жалпы момын мұсылмандардың іштерінен Алла Тағала бөліп алды. Қандай адамдарды? Нағыз ер азаматтарды, нағыз еркектер. Ондайлар не кімдер десе, садақу ма ахадуллахи алейхи. Олар Алла Тағалаға берген уәделерінде шыншыл болды олар дейді. Нағыз еркектер Алла Тағала уәде берген уәделерін істеді олар, оны орындады дейді. Фаминхум ман қада нахбаху ва минхум ман янтазир. Олардың біреулері сол уәделерін орындап өмірден өтті дейді. Өтпегендері фаминхум ман янтазир. Сол Аллаға берген уәделерін орындап, бірақ сол Аллаға берген уәделерінің сауабын көру үшін олар күтіп келе жатыр дейді. Ешқашан серттерін бұзған емес дейді. Онан бәддәлу табдила. Олар ешқашан серттерін бұзбайды олар дейді. Ешқандай нәрсемен айырбастамайды олар дейді. Деп Алла Субхана Тағала осы ер азаматтардың бойымызда табылып болған сипатты нерде ескертті. Қандай сипат екен? Уәдеде тұру. Иә? Уәделесіп серттестіңіз ба? Сертті бұзбау керек екен. Мынау ислам әлемінде ең бірінші ақиқат үшін болған соғыс бар. Қандай соғыс болды? Пайғамбар саллаллаху алейхи уақытында. Ең бірінші ғазауат, қай ғазауат? Сирияда өткенсіздер сіздер оны. Қандай? Бәдір соғысы. Сол Бәдір соғысында осы аяттардың тәпсірінде кейбір ғұламалар айтқан екен, Бәдір соғысында Малик бин Надр деген сахаба болған. Сол сахаба Бәдір соғысында қатыса алмаған. Бір себептермен байланысты соғысқа қатыспаған сахаба сол кісі. Кейін сол Бәдір соғысына қатыса алмағанда Алла Тағаладан жалбарынып, көп дұға жасап, Аллаға уәде берген сол. Алла, соғыстан Алла Құдай бетін аулақ етсін, бірақ болып қалып жатса, мен саған уәде беремін, мен Расулланың жанында
осы дін үшін, ақиқат үшін мен алғашқы сапта тұрып елімді қорғайтын кісі боламын деп Аллаға не берген? Ол серт берген. Сол кезде жаңағы сахаба Ухуд соғысы келді, екінші соғыс. Сол Бадыр соғысында тас-талқан шығып жеңілген мүшриктер енді екінші Ухуд соғысында олар қатты ерекше дайындықпен келді. Көп санмен келді, ерекше дайындықпен келді. Алдын олар келіп соғысамыз деп келді де, кейін олар жаңағы мүшриктердің сауда көзіндегі түйелерін жібергенін естіп, біраз қайтамыз деп екіге бөлініп кетті олар. Біраз келімізге келіп қалдық енді. Құр қайтамыз ба, соғыса салайықшы деп еркенің тірлігін қылған еді бірінші соғыста. Ал екіншісінде енді қанға қан, жанға жан деп келді олар. Бәдірдегі қайтыс болып кеткен адамдардың ақысын, қанын талап етеміз деп, біреудің әкесі қайтыс болды, біреудің бауыры қайтыс болды ана жерде. Сол қанға қан деп келген енді кәдімгідей соғыс болды. Қандай соғыс екіншісі? Ухуд соғысы. Сол Ухуд соғысында жаңағы Малик бин Надр радиаллаху анху өте көп алдыңғы шепте көп жауға соққы берген сахабалардың бірі. Сол соғыста ол кісі мерт болды. Тіпті сол кезде жанындағы адамдар айтқан екен, бауырым сен байқашы десе, мен Ухуд тауысында жәннаттың иісін сезіп жатырмын деп алға қарап шаба береді екен сол кісі. Не деп айтқан? Жәннаттың иісін сезіп жатырмын, жігіттер сезбей жатсыңдар ма деп айтатын сахаба сол болған. Алға қарап шаба деген. Сол қайтыс болған кезде денесінде 80 жерден жарақат болғанын айтқан, тіпті қарындасы мына саусағының ұшынан ғана танығанын айтқан. Адам танымайтын деңгейде қайтыс болған жаңа сахаба. Осы аят сол сахабаға түскен деп кейбір ғұламалар тәпсірінде сөйтіп айтты. Есімі кім? Малик бин Надр деген кісі, радиаллаху анху. Ол не істеді? Ақиқат үшін сол Аллаға берген уәдесін орындады. Құрметті бауырлар, демек уәде деген оның түрлері көп екен. Міне біз Әл-Мисақтағы берген уәдемізді Аллаға шүкір орындап жатырмыз. Әл-Мисақта біз мұсылман болған едік. Мұсылман адам, Абай атамыз не дейді? Ақылды адамға иман парыз, иманды адамға амал парыз дейді. Намазымыз оқу, қажылыққа баруымыз, басқа да амалдар жасауымыз бұл Әл-Мисақтағы берген уәдеміздің шығып жатқанымыз негізінде бұл. Әл-Мисақта мұсылман болып қойғанбыз біз. Әл-Мисақ деген не еді ол? Бәрекелді. Бүткіл рухтар жаратылғанда Әл-Мисақ деп айтылады. Мына денеден бұрын жанымыз жаратқан Алла Тағала. Бірінші не жаратылған бізде? Әлі денеміз жоқ әлі. Жанымыз жаратқан. Қазір кезекте қаншама тұрған жандар бар екен. Ақырында өмірге келіп жатқан сәби дейміз ғой енді. Ол сәби ол ата-анасы, ой, машалла өзіме ұқсап деп қуанады, бірақ ата-анасы жаратқан жоқ қой баланы. Оны Алла жаратты. Ал оның да жаны Әл-Мисақта болған. Алла Тағала адамның жанын, періштелердің, жындардың жанын Алла мәңгіге жаратқан. Адам өлмейді, адам не болады? Адам қайтыс болады екен. Сол жан Әл-Мисақта біз мұсылмандықты қабылдаған, бұл жерде Қытайдың да жаны болды, ол американста болды, араб та болды, қазақ бәріміз болдық. Бүткіл жандар сол жерде Аласту раббукум деген кезде қалу бәлә дейді. Алла Тағала біз жаратқаннан кейін жанымызды айтқан, сұраған сол жерде. Сендер мені жаратушы Раббы ретінде мойындайсыңдар ма деген кезде қалу бәлә. Раббым, сен мойындаймыз, сен бізді жараттың. Сен біздің Алла құдайымызсың деп біздің жандарымыз сол жерде дінді қабылдаған. Енді мына өмірге келген кезде сол жан мен тән дос болып жүреді бірнеше сәт. Жан тәнді тастап кеткен кезде кейде мынандай мәселе сұрақ қойып жатыр қазір. Көз ашық болып біреу дейді, өліп қалса не болады дейді. Өліп қалса деген сөзді келдірді. Бауырлар, біріншіден адам өлмейді, адам қайтыс болады деген. Жаңа айтты. Адам не болады? Адам қайтыс болады, өлмейді адам ешқашан. Оны Абай атамыз не дейді өлеңдерінде? Өлсе өлер табиғат, адам өлмес дейді. Ол бірақ қайтып келіп, ойнап күлмес. Меніңкінің айырылғанын өлді деп ат қойыпты, оңкей білмес деп айтқан. Міне шариғаттың қазақ тілі версиясын үйсіп айтқан Абай аталарымыз. Адам өлмейді, адам қайтыс болады екен. Енді сол жан қайтқан кезде, сол кезде біреу 80 жыл өмір сүрді, біреу 60 жыл дейді. Мына жан мен тән осы өмірде бірге дос болып қалды ғой дейді. Сол кезде мынау жан қысылып бас жақтан шығады деп келеді. Сол кезде тән жанды қимай көзімен былай ашық күнде шығарып салады, аспанға кетіп бара жатыр жаным дейді. Сөйтіп қалып кетеді екен. Оны мына жақтағы адамдар оны сөз қылады. Ана бейшара дейді, көзі ашық өліп қалыпты дейді. Ол жаман өлім дейді. Жоқ, бауырлар, кітапта ондай жер жоқ. Біреудің көзі ашылып өлсе жаман өліпті, біреу көзін жұмып өлсе, машалла болыпты деген қағида жоқ ондай. Қалай өз жан тапсырса да, ол ашық қалып кете ме, жабылып қалып кете ме, шариғатта ондай сөз айтылмайды.
Енді сол жан жаңа Әлмисақтағы айтқан уәдесін мына өмірде Аллаға берген уәдесін орындаса, ол жан шаттанып қуанады екен. Жан. Ал орындалмаса ше, тән оның айтқанын істемей орындамаса, жан жаңа рухани азғындыққа деп айтқан сөздер сол ғой негізінде. Рухани азғындыққа ұшырап кетіп жатыр дейді. Иә? Тәніміз азық талап еткен секілді, жанымызды азық талап етеді. Ол жанның азығы шариғатта ғана. Алла нені бұйырды, оны орындау керек, Алла неден қайтарды, одан қайту керек. Бауырлар, Аллаға берген уәдеміз бар екен, оны орындау керек. Әлмисақтан мына өмірге келіп, Алланы ортаға алып, Алла субхана ва тағала бізге харам болған біреудің қызын Алла тағала ортаға кепіл болып шариғат бізге некелеп берді. Иә? Солай ғой? Енді сол некедегі бауырымыз нені? Уәдені ұмытпау керек. Некелестіңіздер ме, уәде бердіңіздер ме, бермедіңіздер ме? Ер азаматтың әйелдің алдындағы, әйелдің ер азаматтың алдындағы біз несін айтамыз ғой, шарттарын? Бір-бірінің құқықтарын айтамыз. Айтылды ма, айтылмады ма сіздер некелеріңізде? Айтылды ғой. Сол уәдеңізді орындасаңыз, Алла тағала Құран кәрімде айтқан ежелі сіз боласыз. Алла тағала не деп жатыр? Олар берген серттерінен ешқашан айныған емес, айнымайды дейді болашақта да. Уәмә бәддәлу тәбдилә. Қандай жағдай болса да, олар ол сертті бұзып былай ыңғайластырып, өзінің несін ауыстырып алмайды. Иә? Сол сертінде бекем болып, ешқашан сертті бұзбайды. Нағыз сол ер азаматтардың, еркектердің сипатын нешеуін өттік? Үшеуін өттік. Біріншісі қалай болды? Жүрегі мешітке байланып, тазалауынды ойлап, армандап жүрген адам. Нағыз ер азамат сол болады. Нағыз еркек сол болады. Таза болған еркек ешқашан жаман нәрсені ойламайды, жаманшылыққа бармайды. Екінші, әрдайым Алланың есігін алып жүреді. Алланы еске алып жүрген адам Алланы жақсы көреді, ол Аллаға кеткісі келіп жүреді. Шынымен көпшілігіміз қазір дүниеге соншалықты әсер етіп кеткен, бауырым, деп мысалы сізге біреу сұраса, ана өмірге кеткің келе ме десе, шынымен иман болып жүрген біз өзі ойланып қаламыз. Әлі жаспын ғой, әлі бала шағам кішкентай ғой әлі деп. Бірақ сахабалар ар жақта армандайтын болған. Алланы жақсы көрген, сол Алламен жолығуды көп армандайтындарын айтқан олар. Көп еске ала бергендіктен. Кейбір ғұламалар сол Алланы еске алуында жан тапсырған көп ғұламалар бар кітапта. Аллаға деген махаббаттар шексіз болған екен олардың. Соншалықты. Үшінші сипатты айтты. Уәдеде тұратын аятта Алла тағала айтты. Қай сүреде келді? Ахзаб сүресі? Бәрекелді міне. Солай ма сіздерде де? Ой емес па? Жаттап алайық бауырлар. Әдейі мен сіздерге Құранды ашып, соның бет-бетімен жаңа белгілетіп қойғанмын, жігіттерге звондап. Соның бет-бетімен әдейі оқып жатырмын. Төртінші сипат, нағыз еркектің бойында табылу болу керек болған сипат Ясин сүресінде келген. Ясин сүресінде осы нағыз ер азаматтар жайында Алла тағала айтқан. Бұл жаңа төртінші сипат, бұл пайғамбарларды қорғау сипаты. Нағыз ер азаматтың сипаты пайғамбарларды қорғау. Тіпті осы Ясин сүресінде айтқан Алла тағала сол пайғамбарды ортаға алып, сол халқы өлтіреміз деп сондай шешім қабылдап жатқан кезде келесі ауылдан дейді, ол кісінің атында берген екен, Хабиб деген кісі болған екен. Нақты қайсы пайғамбар екен Аллах әлем. Қай пайғамбарды болған Аллах әлем. Сол кісі келіп, жаңа жерге ортаға түсіп, пайғамбарды қорғаған үшін аят бар түскен Құран кәрімде, Ясин сүресінде. Жаңа кісі ортаға түсіп, бұл пайғамбарды сендерге ақиқатқа шақырғаны үшін өлтірейін деп жатсыңдар ма? Бұл пайғамбар сендерге дін жеткізгеніне ешкімден ақша сұрап жатқан емес бұл. Сол үшін ғана азаптап өлтірейін деп жатсыңдар ма деп, соның орнына сол кісі қайтыс болған. Жаңа Хабиб деген кісі деп келеді. Төртінші сипат, момын адам не істейді екен? Бауырлар, нағыз еркектер пайғамбарды қорғайды. Енді қазір күнімізде пайғамбар жоқ, кімді қорғаймыз деген ой келуі мүмкін. Қазір күнде не? Пайғамбардың атынан біреу бір жаман сөз айтса, бірден араға түсіп не істеу керек, оны қорғау керек. Бірден. Өйткені Тұрсынбектен Әзілкеш бауырымыздың бір шықты ғой неде. Бір жігіттер жіберіпті, не екен деп қарасам, сол айтып жатқан бір сөздерді естіп қалдым. Жаңағыдай, жалпы қазақ десе ешкім мүлк етпей жатыр дейді. Бірақ жаңағыдай жүзін айтсаң дейді, орта жүз ба, кіші жүз ба десең дейді, балконнан секіруге дайын дейді. Неге біздің кіші жүзде сенің тілің тиіп жатыр деп
оның руын айтатын болсаң мүлдем басқа жағдай болуы мүмкін ана жерде. Дәл сол секілді пайғамбардың аттарында біреулер жағымсыз дұрыс емес сөз айтса, сауатты түрде ол жерде оны қорғау керек екен. Алла субханала тағаланың дініне біреулер балағаттап бір сөз айтты ма, жаңағыдай желіде отырсыз ба, көріп қалдыңыз ба, қорғау керек. Ұстаздар атынан қаншама жалалар айтылып жатыр. Оны оқып қоя салмау керек екен, оны қорғау керек бауырлар. Ұстазды қорғап атқаның, ол пайғамбардың дінін қорғап тұрғаның сіздің. Ұстаз не айтып жатыр ол жерде? Ұстаз өзінің жайынан, өз жайында бірден айтпайды ғой. Ол Алланың пайғамбардың атынан сөйлеп тұрған мамандар. Соны біреулер нәпсісіне ауыр тиетті, оны желде біреу бірдеңе жазып, немесе жаңағыдай монтаж қылып қояды. Оны адамдар ауыз екі оны алып кетеді ары қарай. Сол кезде естіп, қарап отырмау керек екен, не істеу керек екен? Қорғау керек. Қалай қорғау керек? Сауатты түрде біреу жазған болса, сіз де сауатты жазып қорғаңыз ұстазыңызды. Өйткені ғұламалар айтқан, ұстазын қорғамаған мұнафықтың сипаты деп айтқан. 200-лердің сипаты солай болады екен. Біреу сен ұстазыңды жамандап жатса, сен сол жерде түк болмағандай болып шай ішіп үндемей отыра бересің. Бұл кімдердің сипаты деген? Бұл 200 мұнафықтар сондай болады деген. Алла сақтасын. Сол үшін бауырлар, дінімізге қатысты бір жағдайлар болып қалды ма, оны не істеу керек екен, оны қорғау керек екен. Көшеде орамал таққан қызымызға біреу бір балағаттап жатыр ма, барып араласып араға түсу керек. Аға, не болды? Тыныштық па? Бұл қарындасымызға не болды? Деп араға түсу керек. Өйткені орамал тағып қалған көріп тұрсаң, ол діннің орамалы ғой ол. Діннің орамалына көшеде біреу бірдеңе айтты ма, балағаттап жатыр ма, сіз сол жерде тоқтап, орнына оны қою керек. Ей, бауырым, тоқта сен. Сен орамал не екенін білесің бе? Алланың парызы ғой бұл. Деп, не істеу керек бауырлар? Сол жерде ол адам екінші мәрте сондай айтпайтын болады иншалла. Өйткені Расул айтқан, мынау жаңағыдай бір жайттарды көрсеңдер, оны қолдарымен тоқтатыңдар деген. Оған тоқтатуға әлдерің келмесе, сөзбен тоқтатыңдар, айтып кішкене. Оған әлдерің келмесе, соның солай істеп тұрған жүректерімен жаман көріңдер. Бірақ ол иман әлсіз адам екен деп адам дейді. Сол үшінші топтағы адам, ол әлсіз адам деп айтқан пайғамбар саллаллаху алейхи. Біз әлсіздік болмауымыз керек, біз жаңа айтқандай нағыз ер азаматтың сипаты бізде болу керек. Дінге қатысты жаман бір жаңағыдай бір пиғылдыр айтылды ма бір жерде, оны не істеу керек оны? Оны қорғау керек. Осы кешегі жетіде бір қалада мен іссапарда болдым. Жаңағыдай әр мекеннің басшылары болды, мұғалімдер болды, психологтар болды. Сол 2 күндік менде семинар болды. Бір қалада, атын айтпай ақ қояйын, қай жерде болғанын. Кейін екінші күні жаңа сертификат беретін күнім еді. Мен оларға бір күн алдын айтқан едім, егер дұрыс дайындалмағандарға сертификат берілмейді. Мен сұраймын, кім жауап берсе, кеше өткен нелеріме соған беріледі деп. Кейін жаңа арасында бір кісі сұрақ қоямын деп, молдалар жамандап кетті. Қазір молдалар сондай, ондалар мұндай, молдалар балаларды дұрыс тәрбие бермейді деп, бір апайымыз өзінен өзі ана жерде жаңағыдай сөздерді бастады. Енді ана жерде имамдар да отыр, бүткіл мамандар бар, үлкен залда не жүріп жатыр. Кейін жаңағы кісіге молдалар, мен өзім молда болғандықтан қорғап жатқан жоқпын бұл жерде. Жаңағы айтылғандарға амал істеуім керек мен. Өйткені молда ол пайғамбардың ізбасарлары ғой ол. Молда не екенін білесіздер ме? Кім екен? Кім молда деген? Молда деген ұстаз деген сөз. Ғылыми адам ол. Жаңағысы бүйтіп айтып қалды да, молданың айтқанын істеңдер деп айтқан, істеген істемеңдер деп айтқан деп бастап кетті әңгімені. Кейін тұрдым да, ойбай апай, сіз анау Садуақас Ғылмани деген молданы танисыз ба деймін. Жоқ, ондай молданы танымаймын мен дейді. Ойбай, сіз кім танисыз онда? Қазір Астанада, Елордада сол кісінің атына берілген мешіт бар қазір. Садуақас Ғылмани атындағы мешіт бар. Ол кісі молда болған уақытында. Білесіз бе, сол кісінің молдалығы соншалық, ол кісі түрмеге атылу жазасына кесілген адам негізінде. Бірақ сол түрмедегі қызметкерлер бар ғой, анау кіргізіп шығарып жүрген, басқа ұлт болуы мүмкін, басқа діндер болуы мүмкін олар. Сол молданың бойындағы қасиетін, адамгершілігін көрген сол адамдар, мынандай адам өліп кете салу жалқы деп айтқанда сол кісілер. Сөйтіп, сол бір камерада отырған адам болған, жанында үлкен жастағы адам болған екен, сол кісі өз ажалымен қайтыс болды сол түрмеде. Кейін сол жүрген сотрудниктер ғой, ана түрменің ішіндегі, өздері ақылдасып, давайте Садуақас Ғылмани ана өлген адам қыламыз да, соның атын мына кісіге берейік деген да, сөйтіп бұны шыға жібереміз деген. Сөйтіп сол молда ақиқатқа шығып кеткен, жарыққа шыққан.
негізі өлімге кесілген адам жарыққа шығып кетті. Түрмеден шыққан кезде бірақ аты садуқасы ғылмани емес болып шыққан ол кісі. Ана өліп кеткен адамның атын соны беріп, деланы солай жапқанда олар көміп жерген. Не үшін сол молданы жақсы көріп қалды олар десе, ол кісінің мәмілесі, адамгершілігін көріп жүр ғой олар ішінде. Қандай адам екендігін. Жалқы деп айтқан екен сол кезде олар. Мына адамның жай атылып кеткенін жалқы деп айтқан. Иә? Бәлкім молда деген, мына Афсаттар марқұм ұстазымызда айтқан еді бір дәрісінде. Мен соны қайталай салайын. Молда деген сөз бұл ғылыми адам екен. Молдалардың күндіз хайлулла деген ұйқысы болады. Кейде бесіннен алдын, кейде бесіннен кейін. Бұл Пайғамбарымыздың сүннет амал хайлулла деген ұйқы болады сондай. Сол ұйқының есесіне түнімен ғылыммен айналысады. Кітап қарайды, мәселе қарайды, Құранды ашып қояды, бүткіл тәпсірлерді қарап, түні бойы көзі қызарып ғылыммен айналысады. Соны көрген халық молданың айтқан, істеген істейміз деп келесі күн елдің бәрі ұйықтаған ғой. Аэропорт жауып тұр, вокзал жауып тұр, бәрі жауып тұр. Не болған десе, кеше молданың істеген істеймін деп елдің бәрі ұйықтап жатыр. Кейін бір данышпан айтқан екен, молданың айтқанын істеңдер, істеген істемей қойыңдар деген сөйлеген қалған ғой негізінде. Оны адамдар жаңа айтып жатырмын да, оны екінші бір апайымыз жерде жақтап кеткен еді да. Адамдар ойынан хабар береді десем, бәрі күліп ана кісі уже нетіп қалды. Ана екеуі бұғып отыр ана жерде. Кейін молдалар туралы жаңағыдай дінді қорғауым керек қой енді. Мен де молданы да қорғауым керек. Апай үйтіп айтпаңыз дедім. Енді Құдайдың құдіретін қараңыз. Сөйтіп жаңа сертификатты беріп жатырмын ғой. Сөйтіп жаңа имамдардың ішінде бір Дауд деген имам, молда, Алла разы болсын, сол кісі баласымен келген. Жаңа айтқан едіңіз ғой, молданың балалары сондай дұрыс емес бағытта жүреді деп. Сол кісінің баласы да сол жерде жүрді, Құдайдың құдіреті. Ол баласы сол қалада КГО-да жұмыс істейді. Нұрмұратты бітірген бала, әкімшілік оған жұмысқа шақырып, жаңа бала өте мықты бала, соны әкімшілікке жұмысқа алған да. Баласы да сөйледі, баласына шақырып алдым жаныма, бүткіл аудиторияның алдында көрсеттім. Мына Дәуд деген әкесі. Молда жаңа сайт айтқан. Айттым ғой, молдалар сондай деп. Міне молда мына кісі. Мына баласы, қараңыз. Нұрмұратты бітіріп келген дипломмен, мына әкімшілік оны маман ретінде жұмыс беріп, залдың бәрі шафала құрып, ана кісінің бәрі бүйтіп отыр, ана төніп. Ой екеуі төмен қарап отыр. Енді одан да қызығын қараңыз. Кейін сертификат бәрін беріп бітірдік. Сертификат бітті ана жерде. Кейін артынан айттым да, енді араларыңызда есімдері айтылмай қалған біреу бар ма араларыңызда? Құдайдың құдіреті тұр, жаңа әйел алмаған ғой сертификат. Ойбай, аға, мен алған жоқ дейді ана әйел адам. Кейін ойбай, сертификат алып келіңдер, аты жөніңіз кім, жазыңдар. Кейін молдаға тиіссеңіз дедім да. Молдаға тиіссеңіз, есімді ескерусіз қалып кетесіз осылай десем, бәрі шафал құрады залда. Тыныш жүріңіздер дедім. Молдаға тілдеріңіз тимесін дедім. Айтсаңыздар, жақсы сөздеріңізді айтыңыздар. Айтпасыңдар, үндемеңдер деп айтқан Пайғамбарымыз, сол хайыр деп айтқан сіздерге. Десем бәрі, иә, екінші молдалар айтпаймын дейді. Айтсаңыздар, жаңадай дұрыстап айтыңыздар. Молданың істегенін істемей қояйық. Молдалардың істеген қиын болады екен. Молдалар 4 қатын алады екен, қиын болады екен. Істеген істемей қояйық. Айтқанын істей берейік десем күледі бәрі жерде. Жарайды бауырлар. Демек, мұсылманда нағыз ер азаматтың бойындағы табылу сипат 4-шісі не екен? Пайғамбарларды қорғау. Және айтамыз, қазір пайғамбар арамызда жоқ. Расул сәлем айтқан ең соңғы пайғамбар менмін деген Құранда Хатаман Наби аят бар Құран кәрімде. Хадисінде Расул сәлем айтқан бір ғимарат әдемі біткен болса, құрылысы, соның бір кірпіш қана орны тұрған болса деген, мен келіп сол жерге қаланып кеттім деген. Болды, құрылыс бітті сонымен. Яғни пайғамбар қияметке шейін болды, басқа пайғамбар келмейді. Ол келсе кәззап болады деген. Кім оған иман келтірсе, ол кәпір болады. Иә? Енді пайғамбар алейхиссалам міне жеткілікті, Расул алейхиссалам үмметі болып біздер үшін өте үлкен бақыт бауырлар. Қияметте ең жәннатты біз бірінші кіреміз иншалла, нәсіп етсе, Құдай қаласа. Жәннатқа бізді бірінші кіретінді айтқан осы үмметтің. Хайырлы үммет екенін Алла Тағала Құран кәрімде бізді мақтаған Құран кәрімде, иә? Күнтум хайра умматин ухрижат линнас, шығарылған адамзат үмметтің ішінде ең хайырлы сендерсіңдер деп Алла Тағала біздерді. Ta'муруна бил ма'руф ва танахауна анил мункар ва ту'минуна билlah. Бір-біріңді осылай жақсылыққа шақырасыздар, бір-біріңді жамандықтан қайтарасыңдар осылай. Иманға келдіңдер ғой деп Алла Тағала бізді Құран кәрімде мақтаған. Енді жаңағыдай не бауырлар, дінді қорғауымыз керек екен. Дінді не істеу керек? Дінді қорғау керек. Пайғамбардың дінін қорғап жүру керек. Пайғамбарды қорғау, яғни қазіргі күнде дінін қорғау. Алланың дініне қатысты біреу бірдеңе айтылды ма, сауатты түрде. Ғылыми барып жағасына төбелеспей ақ қоймен. Кәдімгі сауатты түрде оны орнына қою керек. Екінші мәрте ол адам ойланып сөйлейтін болады, ойланып жүретін болады.
Және сондай жолды ұстаныңыз, ол адам ұялып, болашақта соны істегеніне ұялатындай ұстану керек. Оны ерегісіп, қас дұшпан болып кетпесін сізбен. Сондай әдемі алып келуіңіз керексіз. Ол адам сізді жақсы көріп тұру керек. Және сіздің ұстанып келе жатқан дініңізді жақсы көретін адам болу керек ол адам. Сол кезде барып, сіз дінді қорғаған адамға айналасыз. Өйткені Расулаллах айтқан бәшширу уәлә тунафиру деген. Сендер адамдарды сүйіншілеп, адамдарды тарта беріңдер. Уәлә тунафиру. Бірақ дінді жек көрсетіп, адамдарды қашырмаңдар деп айтқан пайғамбар алейхиссалам. Дінді қорғаймын екен ғой деп төбелесіп кетпеңіз біреумен. Не істеп аласың десе, мен дінді қорғап алдым. Жоқ, дінді қорғап алай болмайды. Сондай ситуация алып келу керек, ол адам дінді жақсы көріп қалсын сол жерде. Дін деген мен ойлағандай емес екен ғой ойласын. Дін деген сондай бір деп кәдімгі оған бір ой қалдырып кетіңіз керек та, иншалла, сол кездесуіңізде. Сол кезде барып, сіз нағыз еркектің, нағыз ер азаматтың сипаты сізде табылады. 5-ші сипаты, нағыз ер азамат, нағыз еркек өзгелерді ойлап, өзін басын қатерге қауіпке тігетін жігіт екен. Оның антонимі эгоист. Эгоист тек қана өзін ойлайды. Барса керек емес дейді. Ал нағыз ер азамат, нағыз еркек не істейді екен, бауырлар? 5-ші сипат, өзгелерді ойлап, өзін басын қатерге тігіп жүреді ол. Қатер бар ол жерде. Бауырлар, қазір күнімізде Аллаға шүкір тыныш заманда өмір сүріп жатырмыз ғой, Аллаға шүкір. Қазір күнде не қатер айтып отыр деп ойлап қалмаңыздар. Мысалы, ер азамат болып, адал кәсіппен істеуің, ол қауіп қатер бар сізде. Қаншама адамдар жолда жүреді. Оңай емес, қысты демей, жаз демей. Қаншама ер азаматтар анау шахтаға түседі, неше мың километр төменге. Көмір қазып жатыр, мыс қазып жатыр. Қанша адамдар сол жерде мерт болды, марқұмдар. Алла рахматын алсын. Сондай жерлерде. Олар мынау Сатпаев жерінде сол жігіттермен сөйлескенде айтқан еді. Сол шахтаға вахтамен жұмысқа кеткен кезде отбасымызбен қоштасып кетеміз дейді. Екінші бір үйге келем ба, келмеймін ба, Алла біледі дейді. Сондай тереңдікке түсіп кетеміз дейді төменге. Бірақ отбасын асырауымыз керек екен, сонда ризығымыз сондай ғой деп айтатын да жаңа жігіттер. Қаншама жігіттер мерт болды, қанша жігіттер жаназасын шығардық сол жерлерде. Енді ол қауіп қатерге басын тікті, адал кәсіппен айналысып жатыр, бәрекелді. Отбасын асырап жатыр, ешкім ұрлық, қарлық жасап жатқан жоқ, барып біреуді тонап жатқан жоқ, біреуден бірдеңе алып қойып жатқан жоқ. Не істеп жатыр олар? Адал кәсіппен, ол бала шағасын әйтеуір ешкімнен кем болмасын деп, қатер бар. Қанша адамдар қыстың күні стройкада жұмыс істейді мысалға. Оңай емес, денсаулық кетіп жатыр. Бірақ сол содан тапқан нафақасын не істеп жатыр бала шағасына? Неғтай балалары жаурамай киім киіп жүр сол әкесінің тапқан табысына. Үйінде ет жеп отыр балалары. Мектепке әйтеуір көппен бірдей болып барып келіп балалар өсіп жатыр үйінде. Бары ондай өмірден өкінуге болмайды екен. Дұрыс, денсаулығың кетеді, өмірің кетеді, басқа кетеді. Бірақ сен нағыз еркектің миссиясын орындап жүрген адам екен да, ол ше. Алланың алдында ол адамның сауабы ерекше болады. Расулаллах айтады, садақаның ең үлкені отбасыларына жұмсаған садақаларың дейді. Сіздің тауып келіп жатқан нафақаңыз сіздің атыңыздан садақа болады оның бәрі. Сол себепті әйелдердің тозақта көп болатынын пайғамбар сөйтіп айтқан. Миғраж кешінде тозақ көрсетілді Расулаллахқа, соның ішінде көпшілік кімдер болатындығын айтқан? Әйелдерді айтқан. Кейін бір топ әйел келіп пайғамбарға жылап келген сахабалар: "Я Расулалла, кешіріңіз, біз осындайды хабарды естідік. Біз әйел болу жазығымыз ба біздің? Алла бізді әйел болғандықтан тозаққа тығама" деген сөздер айтылған да Расулаллахқа. Сол кезде пайғамбар: "Жоқ, Алла Тағала сендерді әйел болғандықтан азаптамайды" деді. "Сендер" деді, "күйеулеріңнен сонша өмір бойы жақсылық көріп келе бересіңдер де, кейін бір жақсылық көрмей қалған кезде соны жоққа шығарып күфірлік келтіресіңдер" деп айтқан. Сол себепті Алла Тағала сендер әйел адамдар тозаққа тығады деп айтқандар Расулаллах. Енді осы жерлері мен қыз балаларға айтатын лекциям осы тақырыпта кете береді. Ол жерде сіздер кәдімгідей Бөгенбай батыр қылып көрсетемін ол жерде. Қабанбай, Бөгенбайлар жүрген қылып көрсетемін. Қыз балалар кәдімгідей сондай қазақтың жігіттері сондай екендігін естіген кезде деп қалады. Алысқа қарама, міне қазақтың жігіттері ол деген кезде қыздарымыз ғашық болып қалады сіздерге. Біз алыстан қарап жүрсек өзіміздің жанымызда жүр екен ғой деп, жандарыңда жүр бәрі деген секілді. Ал сіздерге айтып жатқан тақырып басқаша. Нағыз ер азамат не істейді екен бауырлар? Өзін басын қатерге тігеді. Оңай болған жоқ. Қабанбай, Бөгенбайлар, Наурызбайлар не? Олар риск болмады деп ойлайсыздар ма не? Рисковать еткен ғой өмірлерімен, оңай емес. Бірақ иман қараңыз. Қазақ айтады, 40 жыл қырғын болса да,
Кім өледі деген? Ажал келген өледі деген. Бітті, тағдырға иман келтірген адамдар, мұсылман ата бабаларымыз біздің. Алла үшін кетіп бара жатыр, болды. Елді жерді қорғау керек. Ол талқыланбайтын мәселе. Жау жағадан келіп тұр. Енді не істейді? Бастарын қатерге тігіп, жекпе-жек болса жекпе-жекке шыққан қанша мәрте. Бұлай топымен соғыс керек болса топпен шығатын болған. Сондағы мақсаттары елді, халықты аман-есен алып қалайық. Артымызда кім қалсын деп жатыр олар? Артымызда ұрпақтарымыз қалсын деп сондай жолды ұстанған екен. Нағыз еркектер солар бауырлар. Оны ашық айтамыз. Біздің ата бабаларымыз нағыз еркек солар болған негізінде. Қазір кризис деп жатыр. Не кризисті солай көріп тастаған ғой. Ашашықты басына өткізді. Соғыс замандарын көрді. Не бір замандарды көрген. Керек болса қыздарымызды басқа жерге апарып аман қалу үшін соларға апарып берген. Әйтеуір ұрпағым қалсын артында деп. Не бір замандар болған. Тарих беттерін оқыған кезде кәдімгі жылап отырып оқисың, субханалла. Қалай өмір сүрген адамдар олар деп. Біздер кейде сәл болмайтын нәрсеге ой деп мінезімізді көрсете бастаймыз ғой. Қарасақ бауыр біз еркек адамдар екенбіз. Қазір мына күніміз біздің нағыз еркелік өмір екен, Аллаға шүкір. Ал нағыз қиыншылықты олар көріп тастаған екен уақытында. Сол үшін бауырлар, бүгінгі дәрісіміз сондай тақырыпта болды. Енді әрине бұл бесеу ғана шектелу емес, бірақ кейбір ғұламалардың тізген осы бесеуді келтірген екен кітабында. Біріншісі қалай болды? Мешітке байланып, тазалықты сүйетін адамдар екен. Жанымен де, тәнімен де таза жүргенді қалайды. Екіншісі, әрдайым Алла Тағаланы еске алып жүреді. Намаз арқылы, Құран арқылы, басқа арқылы, отбасының арқылы Алланы ешқашан есінен шығармаған адам нағыз еркек сол адам болады. Үшіншісі, уәдесін ешқашан бұзбайтын адам бол. Уәде бердің ба? Уәдені бермеу керек бірінші. Бердің ба? Оны орындау керек. Үшіншісі, дінді қорғау. Пайғамбардың дініне көмектесу. Алла Тағала Құран кәрімде дейді, сендер Алланың дініне көмекші болыңдар. Жақсылықта бір-біріне көмекші болыңдар. Таауану алал бирри ва тақуа. Жақсылықта, тақуалыққа бір-біріне көмектесіңдер дейді Алла Тағала. Уала таауану алал исми вал удван. Ал күнә істерде бір-біріңе көмектеспеңдер деп жатыр. Бір-біріңе көмектеспеу. Күнә қылмысқа баратын кезде оған көмектеспеу керек. Бауырым қойсайшы, керек емес деп оны тоқтату керек, керісінше. Ал дін мәселесінде бір-бірімізге біз бауырымыз, бір-бірімізге жақтап кетуіміз керек, бір-бірімізді біздер қолдап тұруымыз керек. Сол кезде нағыз ер азаматтық сіз миссияңызды орындаған адам боласыз. Одан кейін бесіншісі, нағыз ер азамат эгоист болмайды ешқашан. Тек қана өзін ғана ойламайды ол адам. Өзгелерді ойлап жүреді. Үмбетті ойлайды, көршісін ойлап жүреді, ағайын туысын ойлап жүреді, балалардың болашағын ойлап жүреді. Сол үшін деп қанша денсаулығынан айырылады, сол үшін деп көптеген несінен айырылады, бірақ ол бәрі ол үшін хайыр болады. Мына өмірде ең абыройлы адам сол адам болады. Ертең қияметте де Алланың алдындағы сауап жағынан көп сауап болатын адам сол болады екен. Субханака астағфирука атубу илейк, я рахман рахим. Естіген білгенімізге амал етуді нәсіп еткесін Алла Тағала. Құран кәрімде өзінің сипаттағандай ар-рижал, осы нағыз еркектер деген сипат біздің бойымызда табылуды нәсіп еткесін. Біздерде және біздің ұрпақтарымыздың бойларында табылуды нәсіп еткесін. Алла Тағала баршамызды жігерлі болды, намысты болды, тақуа болды. Өзінің де қорқатын, пайғамбар алейхиссалам сүннетімен жүретін сүйікті құлдарының болып баршамыз өзін нәсіп еткесін. Елімізді, жерімізді, қыздарымызды, абыройымызды, шекараларымызды, дінімізді Алла өзін қорғағайсын. Халқымызды, жамағатымызды алауыздықтан, шайтанның уасвасасынан, фитнадан өзің аманда еткесін. Мынау жамағаттарымызға өйтіп отқан имам ұстаздарға Алла өзің күш қуат бергейсін, өзің жәрдемші болғайсың. Артына үйіп жүрген жамағаттарға ауыз бірліктен ешқашан айырмағайсың. Саллаллаху тағала хайру халқихи Мұхаммад Мұстафа ва аля алихи ва асхабихи аджмаин би рахматика я архамар рахимин.